Сәлем достар, бүгін пайдалы дәмді тағам жасаймын. Ол үшін етті жуып алып, қазанға саламыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, етті піскенше 2 сағаттай қайнатамыз. Кейін тұз салып, картофын саламыз. Етті турап, қайтадан қазанға салып жібереміз. Тұзын қараймыз да, тұзын дәміне қарай салып, үстіне аз болса су құйыңқырап, лапшасын саламыз. Өте дәмді болып піседі. 5-10 минутта дайын болады, лапшасын салғаннан кейін. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Айнұр. Рахмет.